Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Қарағандыда бүгін 19 градус аяз. Аязда осылай жүрміз міне. Тоңып қалдық, садиктан келе жатырмын. Мына Центр кредит деген банк 20 000 теңге ақшамды жоқ бұл жерді. Кімнің басында осындай жағдай болды? Комментарийға жазып кетіңіздерші. Короче, тамақтың ақшасын төлеген ғой. Енді тағы да келесі айға келуші 40 000 теңге төлеу керек болып тұр. 20 000 теңге артығы мен сұрап тұр, енді не істейміз? Банкқа бардым, Алматыдан сізге звондайды дейді, шығарып салады. Ешкім звондаған жоқ. Bir ай күттім, тағы бардым, тағы сол жауап. Қашан кім звондайтынын білмеймін. Күннің басында осындай жағдай болды. Не істеу керек? 20 000 теңге артық төлей алмаймын енді. Салған ақшаны жоқ бұл жерде. Баланың иіні бәрі дұрыс түсіп тұр, группасы, қарлығаш тобы деп. Оқитын жері бәрі дұрыс тұр. Бірақ ақша жоқ. Қолымда чегім ғана тұр. Ақша төленген жоқ дейді.